Баршаңызға қайырлы күн, менің гүлсер оқырмандарым. Мен бүгінгі сіздерге үй жағдайында өте ерекше тыңайтқыш жасайтын болам. Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп кетсеңіздер керемет болар еді. Бүгінгі видеода үйде өздеріңіз білетіндей тағамдарға қолданып жүретін шпинат. Шпинат жапырақтарының құрамында шпинат амарант шөптік өсімдіктерінің бір түрі, ол жерлерде өсіріледі. Тағамға сабағы пайда болғанға дейінгі алынған жас жапырағы пайдаланылады. Диеталық балалар тағамына салынады, өйткені оның құрамында әртүрлі дәрумендер бар. Минералды тұздар, әсіресе темір мол. Шпинат жапырақтарының құрамында ақуыздар, көміртектер, майлар, минералды тұздар, каротин, А, С, В витаминдері өте бай. Шпинат адам денсаулығына қаншалықты пайдалы болса, бөлме гүлдеріне де соншалықты пайдасы бар. Ал ендеше тыңайтқышымызды бастаймыз. Шпинатпен қалай емдейміз? Осы шпинатты турап, жарты литр суға, суымыз бөлме температурасында болуы керек. Суымыз міндетті түрде тұндырылған, яғни суымызға туралған шпинатты 4-5 сағатқа қалдырып, сүзгіден сүзіп алатын боламыз. Құрамындағы дәрумендердің барлығы суға шығатын болады. Осы дәрумендер мен минералдардың арқасында гүлдеріңіздің жапырақтары ашық және жасыл болады. Жапырақтардың сарғаюының алдын алады. Осы жасаған тыңайтқышымызды гүлдерімізге жыл бойына қолдануымызға болады. Тамырларын нығайтып, гүлдеріңізге керемет витаминдерді жетістіріп беріп отырады. Осы тыңайтқышымызды гүлдерімізге 10 күнде бір рет құйып отырсаңыздар болады. Үйлеріңізде мына сияқты долларларыңыз болса, топырағын ауыстырдыңыз, тар горшокқа отырғыздыңыз, соның өзінде мына сияқты стрелка ашпайды. Ашпаған жағдайда айына бір рет монокалий фосфатқа 1 литр суға 2 грамм араластырып, айына бір рет беріп тұрсаңыз, мына сияқты стрелка қырғын ашады. Ал ендеше үйде өзім қолданып жүрген тыңайтқышыммен бөлісетін боламын. Жұмыртқа қайнатылған суды төгуге асықпаңыз. Осы судың пайдасы барын бірі білсе, бірі білмес. Ал жұмыртқаның қабығы неге пайдасы бар десеңіз, фосфор, калий, азот, темір, магний, күкірт минералдарға бай. Әсіресе кальций карбонатының мол қоры бар. Нақтырақ айтсақ, жұмыртқаның қабығының 90%-ын кальций карбонаты алып жатыр. Құрамында кальцийге бай өте ерекше тыңайтқыш. Осы тыңайтқышты жасап көріңіздер. Сабағы мен жапырағын қарап білесіздер. Сабағы сарғайып қурап тұрған гүлдеріңізге құйсаңыз өте пайдалы тыңайтқыш. Осы тыңайтқышымызды гүлдерімізге аптасына 2 рет қолдансаңыздар болады. Құрамында кальцийге бай тыңайтқыш. Гүлдеріңізге өте пайдасы керемет. Видео ұнап жатса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі жолы үй жағдайында жасалынатын өте ерекше тыңайтқыштармен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет. Селитра калиевая бұл не үшін керек бізге? Бізге жапырақтардың шеттеріне дақ түседі. Жапырақтар ішке қайырылып өсетін. Фикус бар, тағы қандай гүлдер бар ішке қайырылып өсетін. Вот соған жақсы. Бутондары бутондап тұрады, гүлдер гүлдемей қалады ғой, осыған жақсы. Енді монокалий фосфат ауырып тұрған гүлдерге өте күшті көмектеседі. Бұл да мысалға калатея лансифолиялар көбіңізде кімде калатея бар байқаса болады, жапырақтардың шеттерінің бәрі қарайып кетеді, женскийдің шеттері қараяды,
вот соған гүлдейін деп тұрады да гүлдемей түсіп қалады. Осыған арналған. Мысалға 2 аптада бір рет осымен бір удобрение берсеңіздер, 2 аптада бір рет осыған берсеңіздер и 20-20-тан берсеңіздер вообще күшті көмектеседі.